Арма қайсақ, қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Аман есесіздер ме? Наурыз келіп жатыр екен. Қарап отырық, наурыздарыңыз құтты болсын. Көктемге жеткен жаңа жылдарыңызбен Тәңір жарылқасын. Тәңірдің мейрамы наурызда. Тәңірші қазақтарды, түбі тамыр қазақтарды, таза қазақтарды көріп отырмын ғой, құттықтаймын сіздерден. Шын жүректен Тәңір жарылқасын. Енді мына мұсылмандар имамдарды көріп қалатын бата берді наурызда. Көке, наурыз қайда, сен қайда, ислам қайда? Айналайын, 6 класс бітірген менің білімім жетеді, оның екеуінің екі дүние екенін. Екеуі бірін-біріне 100 қайнағанда да сорпасы қосылмайды. Ол тәңірші дегенің, олар таза кәдімгі жау жүректер. Айналайын, тыңдап ал, ол жерін қорғайтын қазақтар олар. Осы жердің, қазір отырған, сіздің отырған 4-тен 1 бөлік жеріңде, 4-тен 1 бөлік жеріңіз қалған. Соның 3 бөлігін, 4 бөлігінде қосып алып берген тәңірші аталарың. Тәңірші болған ол алдыңғы аталарың. Солар батыр болып, жүрегімен кішкене неғып әрекеттеніп осы жерді ұрпағына қалдырған. Сен қосылып отырсың, қазір келіп алып отырсың. Наурыз құтты болсын, анау-мынау дауыс звондатып қойды тағы да. Адам ана жақтан былай келгенде, жүректен былай аламыз. Анау-мынау деп тәңіршілер алып келеді. Жақсы, тәңіршінің сөздерін алып келіп, аяқ жағында әмин дей ма, бәле деп. Аминдерін жинап алыңдаршы. Басынан тәңіршілеп келатсыңдар ғой. Аруақ деп аяқтай салшы аяқ жағыне. Аузыңды қисайтып жібермейтін шығар. Болмаса қойшы, екеуін араластырмай. Арабтардан тойлап атқан наурызды көрсетсеңдер, енді қазір құшақтасып көрісіп болып атқандарын, бірін-біріне көрісіп қауышып атқан арабтарды көрсетіңдер, енді көрейік та, енді бізде халықпыз ғой, бізде еліміз ғой, біз көрейік, біз кішкене қайсының дұрыс екенін, қайсы дұрыс емес екенін. Бәрін араластырып біттіңдер ғой, сендер қайдағы жаңа Қазақстан сендерге. Жылама қазақ. Сен жаңа Қазақстанға кіріп жатқан, сен өтірікші Қазақстанға кіріп жатсың. Қайтып соны қайтадан қайталайсың сен. Ашып ал бетіңді, мына наурыз келді бауырым. Не наурыз тойла, не ана исламның жаңындегі ауыз ораза ма, сен ешкім не қылып жатқан жоқ бұл жерде. Өзің сенімің өзіңде, айналайын. Ұстай бер ұстайтыныңды. Тәңірдің өзінің тойларына тиіспей ақ қойыңдаршы, адамның ішін ашса деген білетіндер қарап отырып та, жыныңды келтіреді екенсің. Кәпір, қой болды. Бәрімізді ұрған шығар, бәрімізді әйтіп басымыз исламға 16 жыл қадаған адамын ғой менде. Екі жақты жақсы білем мен, бауырларым. Тәңіршілерді де жақсы білем. Және таухид ұстанатын мұсылмандарды да жақсы білем. Кімді айтып отқанын біліп отырсыңдар, жихад ашатындар, мықтылар, мына сопы деген араласып келді мынау. Сопы қазір таухидқа тұрып жатыр, ішіне кіріп ақырын. Араластырма. Сопы сенің бар ғой, шатағың болмасын сенің наурыз, ұят қой сенікі. Мен намаз оқып отырсам қалай қарайсың қазір? Аллах деп отырсам қазір. Басыма тақиян киіп алып, ой, бірінен мен тәңірлік ойымды киіп алып, ар жақта еврейдің тақиясын басыма киіп алсам, айтасың ғой, болмаса сәлде орап алсаң басыма бүйтіп 20 метр ма бірінен. Тәңірші, тастана басындағы сәлдені, оқыма намазда, айтпа азанды. Таңды өзің шақыр, таң бар ғой сенің, тәңірдің таңы бар ғой деп. Айтасыңдар ғой. Енді неменеге араласып атсыңдар тәңірдің тойына? Білмейтін мақаусыңдар ма? Мақаусыңдар ма деп отырмын. Тәңірдің той, ол қазақтың өзінің төл той. Әжізмәз халқы деп айтады олар, арабтар. Әжізмәз халқы кім екен? Қазақ емес па осы? Есін жиған уақытта дүниені жайпап кететін? Менің ойым солай. Құрандағы Мәжизи деген халқы, ол қазақтың қазақ халқы болды. Ол тыңдамайды сенің дініңді басқаңды. Ол әділ халық ол. Ол арлы халық ол. Ол жерін ғана қорғайды. Біреудің жеріне тұмсығын тықпайды ол. Ал тыққан уақытта көресің сонан кейін. Ал сен 3-тен 1 бөлік жеріңді алып қойған сенің. Бауырым, қумашы. Ешкім айтпаса мен айтайын. Наурыз тойда мұсылманның қатысы жоқ болды.